Ассалаумағалейкум қыздар. Бүгін үлкен көрпешеге 1 метр 60 сантиметр ұзындығы, ені 60 сантиметр болатындай біз үлкен оюды сызып көрсететін боламын. Бұл жерде бір ғана ою емес, бірнеше оюды бір-бірімен үйлестіреміз. Ватманды екіге бүктеп аламыз, ортасы белгілеп аламыз, мінекей. Енді бізге қай жерлерде мысалға жандай оюды үйлестіруге болады, сол жерлерді ақырында белгілеп шығамыз. Енді бұл жерде сізге өзіңіздің фантазияңыз керек, елестете отырып, осы оюларды сызған өте ыңғайлы, яғни сізде кәдімгідей уже не сызып жатқаныңызды барлығын көз алдыңызға елестетіп отырып сызғаныңыз өте ыңғайлы. Енді қазір біз тек жобасын келтіреміз бірінші. Мысалға 4-5 ою шығуы мүмкін. Дәл қазір алдыларыңызда жаңа туынды пайда болайын деп тұр. Менің өзім бір сіздерге ыңғайлы жеңілдеу болатын түрін көрсетіп отырмын. Енді үлкен ою болған кезде арақашықтығы, қалыңдығы бірдей болғаны жақсы. Бір шетінен қатты жіңішке болып кеткен, мысалға өте ыңғайсыз. Үлкен оюда мысалға қалыңдығы да біркелкі болғаны жақсы. Енді мынау ортасы бізде көрпешенің, бізге ватманға көрпешенің оюын сызған кезде бізге тең жарты оюын сызып алсақ жеткілікті. Кейін матаға түсірген кезде оң жағын бір сызып аламыз, сол жағын бір сызып аламыз. Оюларымыздың барлығы бір-біріне бірігу керек. Сол үшін арнайы байланыстырып отырамыз оюларды. Мына екі оюды мен қазір осылай байланыстырып отырмын. Енді жоғарыдағы оюды байланыстырамыз қазір. Бұл жерге тағы да бір үлкен ою сияды. Оны да сызып қойсақ болады. Окей. Енді қараңыздар, бізде мына екі оюымыз екі бөлек түсіп тұр. Егер де біз осы күйінде қырқып алатын болсақ оюды, онда біздің оюымыз байланыспай қалады. Сол себепті бір байланыс жасасақ болады, мына жерден қойсақ болады, немесе қазір тағы да өзгерістер жасап көрсетемін. Немесе бұлай оюды үйлестіруге болады, мына жоғары жақтағы оюға сәйкестендіріп. Бірақ қазір тағы да өзгерістер енгізуіміз мүмкін. Енді біз мына жобасын келтіріп алдық. Енді біз толықтай жаңағы қалыңдығын барлығын ретке келтіріп, жақсылап бастырып сызып шығамыз. Мысалға бір жерінің жаңағы ою дұрыс үйлеспей тұрса, оның барлығын сразу осы жерден сызып аяқтаймыз. Негізі осы ватманды кейін сызып болғаннан кейін кесетін кезде толықтай бір шетін скотчпен жабыстырып алған жақсы. Егер де мысалға үнемі пайдаланам дейтін болсаңыздар, қиятынның алдында ұзаққа шыдайды. Мінекей мына жерлерде де оюларымызды дұрыстап келтіреміз қолдың икеміне. Мына жер бізде сәл қалыңдау болып тұр, оны ақырындап жұқартамыз. Жіңішкертеміз немесе. Енді мына ортадағы оюымызды алып келейік дұрыстап. Неке көрінсер ме? Бір жері жуан, бір жері жіңішке болып тұрған жерлердің барлығын
дұрыстап жатырмыз. Мына ортадағы оюмыз сәл кішкентай болып тұр, оны қайтадан үлкен етіп сызып шығамыз. Мінекей. Енді мына жерде байланысып тұрған жер маған сәл ұнамай тұр. Оны қазір өзгертіп көреміз, бірнеше әдістерін пайдаланып. Қайсы дұрыс болады, соны қалдырамыз. Маған осылай үйлестірген дұрыс болып тұр. Қалған бөліктерін пайдаланбай қоямыз. Енді міне кесіп аламыз. Кесіп алған кезде астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігі бірдей болу керек. Сол үшін мына қолмен жақсылап оюымызды қозғалып кетпейтіндей ұстап тұрып кескеніміз жақсы. Бірінші оюдың сыртқы бөліктерін кесіп алып, сосын кейін барып ішкі бөліктерін кесіп аламыз. Көп қыздар обойға сызып қиып алып жатады. Енді ол өз еріктеріңіз. Мен үнемі ватманға сызып аламын. Бұның барлығы қолдан сызамын. Оюлардың барлығын әрбір туынды бір тарих десек те болады. Кейде шабыт оянып сызып жатамыз, кейде тапсырыс берушілердің сұранысы бойынша сызып жатамыз. Қазір сіздерге ыңғайлы болсын деп ең оңай әдісін көрсетіп отырмын. Мінекей, біз оюымызды кесіп дайындадық. Енді сіз осы оюды кесетін кезіңізде, мысалға матаның ортасын белгілеп аласыздар да, оң жағын бір бөлек сызып аласыздар, кейін аударып, екінші бөлігін сызып, сосын кейін кесіп аламыз. Ең бастысы бұл жерде сіздер ортасын сызған кезде мына оюымыз бір-бірімен байланысу керек. Соны матадан қиып алып тастамасаңыздар болғаны. Мінекей екінші жағына аударамыз. Солай қажетімізше оюымызды екі шетін теңдей етіп сызып аламыз. Игіліктеріңізге жарасын.